Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі сабағының 22-ші сабақ дауыссыз П мен Б. Сабақтың мақсаты П, Б әріптерінің емлесін сақтап жазамын, нұсқаулық құрастырамын. 13-ші жаттығу. Бағандағы сөздерді оқы. Жауап, жауабы, есеп, есебі, алап, алабы, тәртіп, тәртібі, шөп, шөбі, сап, сабы. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы П дыбысы неліктен Б-ға өзгергенін айтып көр. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Бірінші, жауап, жауабы деген сөздің жазылуына мән берейік. Егерде П әрпінен кейін Ы дыбысы келетін болса, немесе дауысты дыбыс келетін болса, П әрпі Б-ға өзгеріп кетеді. Яғни, жауап деген сөз жауабы болып өзгереді. Есеп деген сөзде П әрпінен кейін Ә келіп тұрғандықтан П әрпі Б-ға өзгереді. Есеп, есебі, алап, алабы. Сәйкесінше тәртіп, тәртібі, шөп, шөбі, сап, сабы. Енді астындағы мәліметпен жауабымызды салыстырайық. П дыбысын аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, П дыбысы Б-ға айналады. Кітап, кітабы, тарап, тарабы. Түсінікті ме, оқушылар? Онда келесі тапсырмаға өтейік. 14-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Асқар әдеттегідей мектепке бір ғана қалам алмады. 3 қалам алды. Оны әкесі байқаса да ештеңе демеді. Бірде ол асығып әкесіне келді. Әке, сізде 1-2 қалам болса, беріңізші, деді. Әкесі жұмыс үстелінің тартпасынан 2 қалам алып үндемей ұсынды. Bir күні әкесі: Асқар, сенің бұл әрекетіңді түсінбедім. Мектебіңе бірнеше қаламен кетесіңде, біреумен ғана қайтасың. Қалғандарын қайда жібересің, деді. Менің кейбір достарымның жиі қаламы болмай қалады. Біреулері үйінде ұмыт қалдырады. Сондайда мен оған өз қаламның біреуін беремін, деді Асқар. Мәтін не туралы? Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой достарыңа көмектесу, қамқорлық жасау. Егер сен Асқардың орнында болсаң, не істер едің? Егер мен Асқардың орнында болсам, мен де артық қалам болса беретін едім. Бірақ та, достар, құрметті оқушылар, ескеру керек. Әр оқушының өзінің жауапкершілігі болу керек. Мектепке баратын кезде міндетті түрде оқу құралдарыңызды түгендеп барыңыздар. Және де алған заттарыңызды міндетті түрде қайтаруды үйрену керек. Келесі, мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің жазылуындағы өзгерістерді байқа, оның себебі неде деп ойлайсың? Бізде қарамен жазылған сөз мектепке және мектебіңе деген сөз. Енді мектепке деген сөзге назар аударайық. Егерде П дыбысынан кейін дауыссыз дыбыс келетін болса, онда П әрпі ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Сол қалпында жазылады, яғни мектепке деп жазылады. Ал егер П әрпінен кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда П әрпі Б-ға өзгереді. Яғни екінші қарамен жазылған сөздегідей мектебіңе деп өзгереді. Түсінікті ме, оқушылар? Келесі жаттығу. 15-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен кітапханаға жиі барамын. Онда кітап көп. Алған кітабымды таза ұстаймын. Қарамен жазылған сөздерді салыстыр, П дыбысының Б-ға өзгеру себебін түсіндір. Біз өткен алдыңғы тапсырмада айтқанымыздай, егерде П дыбысының әрпінен кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда П әрпі Б-ға өзгереді. Яғни кітап, кітабымды болып өзгереді. 16-ші жаттығу. Берілген сөздерге А, Ә әріптерінің тиістісін қосып жаз, П-ның өзгеру себебін түсіндір. Мектеп, мектебі, қап, қабы, сап, сабы, қолғап, қолғабы, шөп, шөбі, топ, тобы. Бұнда да сол ереже сақталады. П әрпінен кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда П әрпі Б әрпіне өзгереді. Келесі шығармашылық үзіліс. 17-ші жаттығу. Мектеп кітапханасында кітапқа тапсырыс беру нұсқаулығын толықтыр. Бірінші, кітапқа тапсырыс беру үшін кезек күт. Екінші, қажетті кітаптың атауын және авторын айт. Үшінші, кітапханашының жауабын күт. Төртінші, тәртіп сақта.
Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің 22-ші сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны баса кетуді де ұмытпаңыздар. Келесіде сабақ шыққан бетте сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.